Бақ қарасын, қызыр дарысын деудің сыры. Ертеде бақ пен қызыр Қаратаудың жодасымен келе жатқан екен. Оларды көріп, жетім-жесір ғаріп кәсір, бай-манаптар шапағат етуін сұрап жабылады. Бәрі қызырдың шапанына жармасады. Біреулері аса таяғын ұстап, енді бірі бөркін сипап тілектерін айтып жатады. Қасында келе жатқан бақты ешкім елемепті. Ол кезде жұрт бақты танымайды екен. Үстіне ескі шапан, жыртық қалпақ киген, оны жұрт менсінбепті. Бақ ат жақты келген қасы ұзын адам екен. Қалың қасының түктері көзіне түсіп, көп нәрсені көрмейді екен. Айналасындағы у-шуды түсінбей, мына шуылдақтар кімдер деп, қалың қасын жалп еткізіп, басын жоғары көтеріп қалғанда, қыр басындағы кемтар қызға көзі түсіпті. Оны көрген қызыр ақ таяғын кемтар қызға қарата нұсқайды да қаумалаған көпшілікке: «Бақ қарамаса мен дарымаймын. Бүгін бақтың көзі қырдың басында тұрған қызға түсті. Сендер бақтың киімін қомсынбай, соған жақындағанда мен сендерге назар салар едім», дейді де бақ екеуі көзден қайып болады. Бақ қарап, қызыр дарыған кемтар қыз ауруынан сол сәтте сауығады. Артынша тұрмысқа шығып, үйлі баранды болған екен. Тәңір бір басына жететін дәулет беріп, мұратына жетіпті. Ел арасында бақ қарасын, қыдыр дарысын деген тәмсіл сөз осыдан қалыпты деседі.